Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін айтатын киномыз Құбыжықтар қаласы. Мұнда тек бір ғана емес, көптеген қорқынышты оқиғалар айтылады. Дайын болсаңыз, кеттік ендеше. Город монстров. Хэллоуин мерекесі. Майк Хэллоуин мейрамында өте көп тәттілер жинады. Қонақ бөлмеде отырған ол тәттілерді рахаттанып жеп отырады. Оның күтушісі Лизи мен жігіті Кайл қорқынышты оқиға айтып беруді ұсынады. Кайл көп жылдар алдын өмір сүрген, тәттіні қатты жақсы көрген бала жайлы әңгімесін бастайды. 50 лет назад Тимми Блейк жил на этой самой улице. Көп жылдар бұрын осы қалашықта Тим Блейк атты бала тұрған екен. Ол бала Хэллоуин мерекесінде тәтті жинауды жақсы көретін. Бірақ үйіне оралған кезде көңіл күйі түсетін. Себебі оның ата-анасы Тимми жинаған бірде-бір тәттіні жеуге рұқсат бермейтін. Олар Тиммидің қапшығын алып өзін бөлмесіне ұйықтауға жіберетін. Иди к себе, сынок. Күндердің күнінде Тимми ата-анасы тәттілерді не істейтінін білмекші болады. Тимми бөлмесінен төмен қарай түскенде ата-анасы тәттілерді рақаттанып жеп отырғанының куәсі болады. Бұған ашуланған Тимми қолына пышақ алып ата-анасын жауыздықпен өлтіріп тастайды. Ол алғаш рет тәттісін өзі жейді, бірақ оған бұл да аздық етеді. Тимми ата-анасын сойып, олардың ішіндегі тәттілерді де алып жейді. Тимми съел все сладости, которые нашел внутри родителей. Но... Что? Он хотел еще. Тиммиге бұл да аздық етіп, ол жыл сайын Хэллоуинде тәттіні іздейтін көрінеді. Әңгімесін аяқтаған Лизи мен Кайл баланы орнына жатқызып, оның тәттілерін жей бастайды. Сөйтіп ұйықтап қалады. Алайда қыз дәрет сындыруға шыққан кезде оның жігітіне белгісіз құбыжық шабуыл жасайды. Құбыжық жігіттің аузына қолын тығып, оның ішіндегі тәттілерді алады. Лизи жігітінің өлігін көріп қатты қорқып кетеді. Құбыжық оның артынан қуа жөнеледі. Ал кішкентай бала бөлмесінде жатып, қыздың шыңғырған дауысын естиді. Ол кереуеттің астына тығылады. Қыздың дауысы шықпай қалған кезде бала жатқан бөлменің есігі ашылады. Одан құбыжық кіріп келеді. Ол тәттіні алады да бөлмеден шығып кетеді. Осыдан кейін екінші оқиға басталады. Мұнда Бритни атты қыз кішкентай інісі Билли және жігіті Тодпен бірге Хэллоуин мерекесіне дайындалады. Тод Биллиді бір үйге қарай жұмыртқа лақтыруға көндіреді. Билли солай істейін деп жатқанда үйден бір қорқынышты кісі шығып тоқтатып қалады. Ол Биллиді үйге алып кіреді. Балаға айғайлаған кісі Биллиді өзімен кешкі мерекеге алып кетеді. Шайтанның киімін киіп алған олар өте жауыз әрекеттерді істей бастайды. Билли бір кісінің бұтына ұрады, тағы біреудің есік алдындағы затты өртеп жібереді. Әпкелеріне шишка лақтырады. Соңында қолына тапанша алып, дүкенді тонай бастайды. Сосын біреудің көлігін ұрлайды. Жол жөнекей жүргіншілерді басып кетеді. Бұл кезде көлік артында отырған кісі бұл істерге риза болып айғайлап күліп отырады. Жауыз істерді істеп болғасын олар үйге қайтады. Бұл кезде шынайы Билли үстелде аяқ қолы байлаулы күйде отырғанын көреміз. Сөйтсек, бетіне маска киген жауыз құбыжық Биллидің орнына шыққан екен. Я полагаю, дома тебя уже поджидает сюрприз. Жауыздар Биллиді жібереді. Ол есік алдына шыққан кезде полиция оны тұтқынға алады. Смотри, он написал штаны! Ты что, совсем больной? Келесі кадрда Мария, Кейтлин, Нельсон және Джеймс кино көру үшін бір үйге жиналады. Олар кезек-кезек тәтті сұрап келген балаларға есік ашып тәттілерді береді. Кезек Нельсонға келгенде оған жасөспірім қыз жолығады. Ол қыз Нельсонның ішіне қайта-қайта пышақ сұғады, сосын қашып кетеді. Гадость! Мұны көрген Мария Нельсонды ауруханаға апару үшін көлікке қарай жүгіреді. Онда Марияны қаруланған бір топ бала күтіп тұр екен. Олар қызды жауыздықпен өлтіреді. Черт!
Сосын тағы бір қыз үйге қарай жүріп келеді. Ол жігіттің бетіне химикат шашып, аузына тышқан өлтіретін дәрі салады. Қорқып кеткен Кейтлин үйден қашып кетеді. Белгісіз ғимараттың жертөлесіне жасырынады. Ол ғимаратта балаларға эксперимент жасалған екен. Дәрігерлер балалардың бір көзін ойып алып, видеоға түсіріп, үстінен күлген екен. Қорланған қыздың достары кек алу үшін келген екен. Достар ол қызды босатып, қолына балта береді. Ол қыз ойланбай жылап отырған Кейтлинді шауып тастайды. Счастливого Хэллоуина, больная тварь! Кейінгі оқиғада Джимми Хэнсон атты жігіт қорланып жатқан бір жігітті жауыз бандыдан құтқармақ болады. Бандылар Джиммидің артынан қуып кетеді. Ол белгісіз фургонға дейін барып қатып қалады. Джимми көп жыл бұрын осы бандылар әке-шешесін өртеп жібергенін еске алады. Кейінгі кадрда Элис атты қыз әбден соққы жеген Джиммиге спирт шашып өртеп жібермекші болады. Ол қолына жандыргалканы алған кезде сөйтсек Джимми бандыларды өлтіру үшін жауыз құбыжықты шақырған екен. Ол бандылардан осылай кегін алады. Кейінгі оқиғада Лин атты қыз Хэллоуин мерекесіне орай анасының үйіне келеді. Ол достары және туыстарымен кеште көңілді өткізеді. Лин қонақтарды шығарып салғасын анасымен қоштасып, үйіне аттанады. Қайтып бара жатып, көлігі бұзылып қалады. Көлігін жөндей алмаған ол капотты жабады. Капоттың астында қалып кеткен телефоны да сынып қалады. Көлігі бұзылған және байланыссыз қалған Лин үйіне жаяу қайтады. Қайтып бара жатып артында жауыз күлкінің дауысын естиді. Көңілді кеште естіген қорқынышты оқиғаларға тойып алған ол үйіне қарай асығады. Ол үйіне әрең жетіп барып есікті құлтайды. Сосын ұйқыға кетер алдында итімен бірге теледидар көріп отырады. Басын бір сәтке басқа жаққа бұрған ол алдында отырған Мэри Биллиді көреді. Ол ешкімді тірі қалдырмайтын құбыжық еді. Кейінгі кадр Джек пен Боббидің үйіне ауысады. Олар тәтті сұрап келетін балаларды күтіп отырған. Джек өткен Хэллоуинда Боббидің құбыжыққа айналып кеткенін еске алады. Себебі Бобби көптен бері бала көтере алмай жүрген. Әйелінің көңілін қалдырмау үшін Джек әйелінің барлық айтқанын істейді. Әйелінің кезекті қырсықтығына шыдай алмаған Джек бала көрмеу үшін дәрі қабылдағанын мойындайды. Может, такие, как мы, не должны иметь детей? Я ходил к врачу, и он сделал так, чтобы у меня не было детей. Әйелі постоянно Джектің үстінен күліп айғай шығара бергені үшін Джек бала көруден бас тартқан екен. Осыдан кейін әйелдің бойында құбыжық оянып, Джекті пешке тығып тірідей пісіріп жібереді. Кейінгі оқиға басталды. Борис жыл сайын әр Хэллоуинде үйінің алдында көрме дайындайды. Бұл жолы көршілері Бористің жоспарын бұзды. Көршілер өлеңді айғайлатып, шулай бастайды. Борис өлеңнің дауысын бәсеңдет деп өтініш жасағанда оны қуып жібереді. Это прям шоу для карапузов. Типа гребаный детский сад. Бұған жынданған Борис көршілерінің үйін қирата бастайды. Өлеңнің дауысын өшіру үшін. Ал көршілер Бористің көрмесін қиратады. Есінен адасқан көршілердің арасында төбелес басталады. Ал қонаққа келген адамдар қызық көріп, кім жеңеді деп ақша да тіге бастайды. Алайда төбелес ұзаққа бармай, екеуі де сынған ағаштың үстіне құлайды. Олар көрермендердің көзінше аянышты күйде қаза болады. Кейінгі кадрда белгісіз қыз орман ішінде жауыз маньяктан қашып жатты. Белгісіз лашықты көрген қыз оның ішіне кіріп, есікті ішінен құлтап алады. Алайда үйдің ішіндегі атмосфера оны одан да қатты қорқытып жібереді.
Ал маньяк лашықтың терезесі арқылы кіріп келеді. Ал қыз оған дәу вилка тығып алады. Бізде мұны бесақа деп атайды. В общем, маньяк қыздың аяғынан ұстап алады. Ал қыз маньяктың бет пердесін шешіп жібереді. Сөйтсек, масканың артында құбыжық жасырынған екен. Осыдан кейін қыз қашып кетеді. Артынан шыққан құбыжық оған найза лақтырып өлтіреді. Сол кезде аспаннан НЛО көрінеді, яғни белгісіз аспан денесі. Охуеть, шокі прям. Одан кішкентай өзге ғаламшарлық түседі. Маньяк оны аяғымен езіп тастайды. Өзге ғаламшарлық қыздың денесіне кіріп кетеді. Енді маньяк құрбанға айналады. Қыздың өлігі тіріліп, көздерінен нұр шашып, маньякты қуа бастайды. Маньяк қашып лашыққа барады. Сосын олар бір-бірін пышақтай бастайды. Төбелестің соңында олар бір-бірінің басын кесіп алады. Ал қыздың ішінен шығып кеткен өзге ғаламшарлық тәрелкесіне отырып кетіп қалады. Ал мен әлі таңғалып отырмын. Кейінгі оқиғада Дач пен Хэнк миллионердің есік алдында фургонда отырады. Олар миллионердің баласын ұрлап, миллиондаған ақша талап етпекші. Грабить банки — это одно, а вот похищение. Баланы ұрлаған олар миллионерге қоңырау шалады. Алайда миллионер бұл енді сендердің проблемаларың деп тұтқаны қоя салады. Бедный придурок, ты даже не представляешь, что натворил. Нет, я думаю, что... Алло? Әңгімелесіп тұрған ұрылар баланың босанып кеткенін байқамай қалады. Бала ғимарат ішіне тығылып қалған еді. Ұрылар оны іздей бастайды. Аяқ асты бала Дачқа шабуыл жасап тістеп алады. Бұған дейін баланың беті маскамен жабылған еді. Енді ұрылар масканың артында кім бар екенін көрді. Содан кейін төбелес басталады. Хэнк досына көмектесу үшін құбыжықты ата бастайды. Ұрылар оны әрең жеңеді. Олар құбыжықты қапқа салып, көлге шөктіріп жібереді. Сосын ғимаратқа қайтады. Алайда онда ылғал іздерді көреді. Құбыжық қайта оралып үлгерген еді. Ол ұрыларға қайта шабуыл жасайды. Хэнк миллионерге қоңырау шалып, құбыжықты алып кетуді өтінеді. Миллионер құбыжық оның баласы емес екенін, 5 жыл алдын Хэллоуинде пайда болып, отбасын тұтқында ұстап келгенін айтады. Он никогда не отпустит вас. Мой вам совет: не забывайте кормить его, или он найдет еду. Сосын ұрылар құбыжықты қапқа салып, бір үйдің есік алдына апарып тастайды. Оны сонда өртеп жібереді. Сосын фургонға отырып кетіп қалады. Жол жөнекей заправкаға тоқтайды. Хэнк көлікке қайта оралғанда досының басын жеп жатқан құбыжықты көреді. Кейінгі оқиғада Рей атты кісі әйелі Хелен мен Хэллоуин мерекесіне дайындалып жатты. Рей асқабаққа құбыжықтың суретін ойып салады. Та-да! Представляю, мой шедевр. Да, неплохо. Ал Хелен киімін ауыстыру үшін кетеді. Ол қайта төмен түскенде жаңағы асқабақ күйеуінің басын жұтып жатқанын көреді. Милый, ты готов? Тірлігін бітірген асқабақ қашып кетті. Сосын үйге полицейлер келіп мүрдені алып кетеді. Бұл кезде кішкентай Кевин телефонмен сөйлесіп жатқан анасынан қашып кетеді. Ол көшеде іші жанып тұрған асқабақты көріп жанына барады. Осы бала қоғама бірдеңе. Оның аузына қолын тығама сау адам. Содан кейін айғайды естіген анасы жүгіріп келгенде асқабақ уже Кевинді жұтып жіберген еді. Осы кезде детектив Маккенли бастығынан қалада орын алып жатқан жауыз әрекеттерді тоқтату жайлы бұйрық алады. Кезекті қылмысты ашу үшін білек сыбанған детектив адамдардың есін шығара жаздаған асқабақпен кездеседі. Алайда сол кезде оның патрондары таусылып қалғанын біледі. Асқабақ майда-майда болып кетті. Сосын детективтер дәл сондай мыңдаған асқабақ өсіріліп жатқан орынға барады. Олардың бойын қорқыныш билеп алады.
себебі олар тірілсе қалада тірі жан қалмайды.